Соның біреу арабтар ғой, Құдайды ойлап тауып, Құдаймен ақша тауып отқан. Қазіргі заманда кейіннен шыққан, олар жаңағы ақша үшін ойлап тапқан. Саған Құдай бар, Алла бар дегізіп қойып, сені неге Арабияның жеріне баруды міндет деп мойныңа іліп қойып, ақша тауып отқан арабтар емес па? Ол саған ешқандай да міндет деп отқан жоқ. Міндет қой, сенің парызың ғой арабтың жеріне бару. Оны саған араб емес парыз қылған, бір Құдай, бір Алла оны парыз қылған. Құдай арабтардың несі, сол кришасы, соларға спонсор болып отыр. Бізде сөйлессек бола ма? Связға шығып келісіп, Түркістанды қасиетті қылып, басқаларды Түркістанға келуге міндеттеп, Қазақстанның қалтасын толтырсақ, бізге бола ма сондай вариант? Бізде келсек те Құдайға байланысты. Ондай тарихта болған, ол ақырында қырылып қалған ғой, аспаннан тас жаудырып. Жоқ, соны енді сөйлесейік та, Құдаймен связға шығып, біз пайызын беріп тұрайық. Процентін беріп тұрайық. Түркістанды қасиетті қылып келсейік. Сосын бүкіл әлемнің мұсылмандары Түркістанға келуге міндетті болсын, өмірінде бір рет. Ақшалары жетсе. Сөйтіп Түркістанға ақша шығарайық та, Түркістанның суын қасиетті су деп сатайық. Түркістанның қаратасын шайтанды ұрғанға сатайық. Сөйтіп бізде бизнес жасайық та, арабтар ғана байи бере ма? Оны жасағын келсе де сен жасай алмайсың. Вот, жасай алмай тұрып қой, көрдің ба? Арабтар бірінші бастап кеткенде, кто успел, тот и съел болды. Жоқ, кто успел, тот и съел болып тұрды, арабтар бірінші алып кетіп тұрды, бұл нишаны ше. Сосын біз конкуренция үлгіре алмай тұрмыз, не жабылып қалды ниша. Олар рыноктың бәрін жаулап алған, біз үлгіре алмай қалдық. Ол соңғы пайғамбардың кезінде болған. Ой, соңғы деп айта береді. Біз соңғыдан кейінгі соңғы болып кішкене кіріп кетуіміз керек еді, бір пойызбен келісіп үлгермей қалдық та сол кезде. Егер біз бірінші халифтердің кезінде өмір сүрсек, мүмкін келісуге болатын еді. Омар Османдарға ақша беріп, братан, жарайды, Мекке бірінші бола берсін, екінші деп біздің Түркістанды қосып жіберіңдерші, ақырын Түркістанға бару парыз деген бір-екі хадис, Бухарилер бар ғой, соларға ақырын келісіп, кім тексеріп жатыр дейсің, мұсылмандар тексермейді ғой, братан. Ақшасын береміз, ақырын. Жатыршы, Омар Османдарға ақырын, братан, кімдерге айтшы, хадис жазатындарға бір-екі хадис қоссын да, осы Түркістан деген қасиетті, сол Түркістанға барсаң деген сауап аласың, 700 мың сауап деп, давай біз 700 мың динар береміз, келсек та, братан деп. Сөйтіп келісіп, бір-екі хадис жазғызып, өзімізге алып алу керек еді. Соны просто алыста болып қалдық та. Шымкентскийлер алыста болып қалды негізі сол кезде, әйтпесе барып келісіп сөйлесіп келетін еді наш жерге.